Қарағанды облысында 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығын мерекелеу басталады. Атаулы аясында 50-ден астам шара жоспарланған, форумдар мен конференция, фестиваль және қайырымдылық акциялар өткізіледі. Қарағанды облысында Қазақстан халқы ассамблеясының мерекесі өз мәнінде мерекеленеді. Шарапатты шаралар 1 наурыз алғыс айту күні басталады. Қайырымдылық керуенінде жалғасын табады. Оның мақсаты әлеуметтік жобаларды қолдау әрі мұқтаж жандарға көмек көрсету. Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығын мерекелеу мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда айтылған адал адам, адал еңбек, адал табыс бастамасы және қабылданған республикалық тұжырымдама шеңберінде өткізілетін болады. Облыста 50-ден астам ірі имидждік шараларды қамтитын жоспар әзірленді. Алғыс айту күніне арналған форум ұйымдастырылады. Сәуір айында кеңейтілген кеңес өткізіледі. Ал мамыр айында Қарағанды облысы ассамблеясының сессиясы жоспарлануда. Өнерім саған Қазақстан атты этностар фестивалі шымылдығын түреді. Қалалар мен аудандардың әкімдері өңір халқын барынша кең қамтуға бағдарланып, жоспар шеңберіндегі шараларды жоғары ұйымдастырушылық деңгейде өткізу қамтамасыз етсін. Ішкі саясат басқармасы бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде өткізілетін барлық шараларды кейіннен жариялансын. Мерейлі мерейтойға орай ассамблея жастары өңірлік өкілдігінің белсенділері тақырыптық мурал жасауды ұсынды. Сондай-ақ қарағандылықтар республикалық меценаттар форумына қатысады. Бұдан бөлек олар республикалық аналар кеңесінде бас қосады. Жанбота Рахметуллаұлы, Мұрат Қабдуллаұлы, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.